Сәлеметсіздер ме, құрметті e-акимат қолданушылары. Мен қазір сіздерге 2027-2029 жыл аралығындағы бюджеттік болжам құруды көрсететін боламын. Ол үшін біз ең әуелі e-акиматқа кіріп, бюджетное планирование, бюджетные запросыды басып, свод по ГУ деген жерге кіріп, өзіміздің мекемені таңдап, 2026 жылғы осы жылғы суммаларды көре аламыз. Бағдарламаларды көре аламыз. Мінекей, мысалға, бірінші бағдарламада қанша сумма бар, менде төртінші бағдарламада қанша сумма бар, осының барлығын 2026 жылы көріп аламыз. Сосын барып 2027-2029 жыл аралығын ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, менде 2027 мен 2029 жыл аралығында суммалар жоқ, 0 теңге болып тұр, барлық бағдарлама бойынша. Енді ең әуелі бірінші бағдарламаны ашып көрсетейін. 2026-ны біз ашамыз, өйткені ішіне кіріп, біз қандай подпрограмма, қандай специфика бар екенін көреміз. Мысал ретінде сіздерге бір мекемені алдым. Сол мекеменің 111-ші ерекшелігі бойынша менде 2026 жылы жалақылар бар, еңбекақылар қызметшілердің. Ол 1000 теңге мына сумманы құрайды. Енді бұл сумма менде 2027 жылы пайда болу үшін, ең әуелі мен штатное расписание дегенге басам. Штатное расписаниені басып, оның ішіндегі версияға кіремін. Версияға кіріп, өзімнің 2026 немесе оның алдыңғы жылғы версияларды көремін. Өзімнің актуалды версиямды көру үшін мен мысалға 2026-дағы 0111-ші ерекшеліктің үстін басқан кезде, менде осы ішіндегі ақпараттар бойынша жіберілген күні және де версияның номері болады. Ол менде дәл қазір 48-49 деп тұр. Демек, мен соңғы версия осы 48-49-ды аламын да, копировать деген кнопканы басам. Копировайтты басып, 2026 деген жылды 2027-ге ауыстырып, наименованиясына өзімнің қалаған текстін жазам. Мысал ретінде прогноз 2027-2029 формирование бюджета номер 1. Құрған күнді жазам. Мысалы, 15-ші бүгінгі күн май. Копировать данные міндетті түрде басылу керек. Сол кезде создана новая версия деген бізде уведомление шығады төбеде. Көріп тұрғандарыңызда 2027 жылы версияны мен қолдануға дайынмын. Ондай болса, адамдарды қосу үшін, алу үшін данный штатное расписаниеға барып, жаңағы құрған версиямды таңдап, окты басып, қалаған өзімнің отделымды таңдап, добавить деген кнопканы басып, жаңа қызметшіні жұмысқа алам, немесе бар қызмет орнын басқа адамның атын ауыстыра алам, немесе 3 нүктені басып, қызметкерді жұмыстан шығарып тастауға болады, удалить етіп, немесе дата окончания работы деген жерге жұмыстан шыққан күнді жазу жеткілікті. Мысал ретінде менде бұл кісі апрельден бастап жұмыс істемейді. Апрель 2026-ны қойып, сохранить дегенді басам. Осылайша өзгерістердің барлығы осы данный штатный расписаниеде жүзеге асады. Ол сұрақтарыңыз егер туындап жатса, біздің WhatsApp чатқа жазсаңыздар, біз жауап береміз міндетті түрде. Қазір қысқаша ғана көрсетейін. Бұны біз істеп болған соң отчетыға барамыз. Отчетыға барып, фильтр сформировать деген кнопканы басып, өзіме керекті спецификаларды осы жерден отладканы басып, әрбір адамды жеке-жеке қарау үшін скачайтты басып, өзімнің компьютермен Excel документтің ішіне кіріп көре аламын. Немесе осы e-акиматтың ішінде сформировать етіп, барлығы егер дұрыс болса, бірден галочканы қойып, ID деген жерге галочканы қойып, отправить свод дегенді басып, окты баса аламын. Көріп тұрғандарыңыздай, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 0111-де болады. Мен оны жіберіп қойдым. Егер де сіздер білмесеңіздер, алдыңғы жылды 2026-дан ашып, өздеріңіздің қандай спецификаларыңыздың бар екенін осы жерден көре аласыздар. Менде 112 бар, мысалға 121 бар, тіпті внештатный жұмыскерлер бар, 131-ші ерекшелік бойынша. Оларды да мен осы жақтан сводқа жібере аламын. Мысал ретінде көрсетейін сіздерге. Налогты жіберейін мысалға. Бір налог, ол социальный налог. 01-121 сформировать. Галочканы қоям, отправить сводты басып.
3 жылға бір дестені жібердім. Енді штатный расписанияны басып, сводты таңдап, 2027-2029 жыл аралығын таңдап, жаңағы пустой болып тұрған отчетта менде сводта суммалар пайда болды. Ол 111 ерекшелік және 121 ерекшеліктер бойынша. Іштерін ашып қарауға да болады. Мынаны сумманың үстін бассам, отчеттың ішінен шығам. Мінекей, бұл отчетты мен тіпті өзіме Excel форматта жүктеп алсам да болады. Көріп тұрғандарыңыздай информация бойынша мен бұны бүгін жібердім. Осылайша штатный расписанияны біз осы сводта толықтырамыз. 111-ден бастап 135-ші ерекшелікке дейін 2027-ден 2029-ға дейін суммалар болуы керек. Осымен болды.